сендерге бірінші жұмбақ жасырамын. Сендер табыңдар қазір. Үш көзі бар қас қатар. Кезек-кезек жанады. Үшеуінен байқасаң, үш түрлі түс жанады. Ол не екен бала? Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бағдаршам балалар жолдың жиегінде орналасқан екен балалар. Бағдаршам не жолдың жиегінде орналасқан. Бағдаршам бізге жол көрсетіп тұрады екен балалар. Біз бағдаршаммен дос болу керекпіз. Бағдаршам бізге жол көрсетеді. Өтпелі жолдан өткен кезде біздің қасымызда үлкен адамдар болу керек екен балалар. Үлкен адамдарсыз өтуге болмайды екен балалар. Жарайсыңдар балалар. Мынау не? Бағдаршам екен да? Бағдаршамның мынау қайтысы? Қызыл. Қызыл түскенде жаңадан не істейміз балалар? Тоқтаймыз. Сары түс жанғанда? Жасыл жанғанда? Жүреміз. Жарайсыңдар. Мынау жылдамдықтың бағытын белгілейтін белгі екен балалар. Мынау әрқашанда бәріне тыйым салып тұрамын деген белгі екен балалар. Түсіндіңдер ме? Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, жол ережесін жолда абайлап өтеміз. Жолда балалар көптеген белгілер болады. Біз сол белгілерді анық жаттап алуымыз керек. Жолдан өтетін кезде ақ қара зебра жолымен, жолаушымен, адам жүргіншілер жолымен жүру керек екен балалар, міне қара. Ал мына белгі деген балалар, белгіні көрсетіп тұр, қай бағытқа жүру керек екенін көрсететін белгі екен. Ал балалар, ал мына қызыл белгіміз бәріне тыйым салынған, мына жолмен жүруге болмайды деген екен балалар. Ал мына жерде мына белгіміз балалар, екі жолға әрі және бері жүретін көліктер жүретін белгісі екен, балалар? Бағдаршам. Балалар, ал мына жол дегеніміз балалар біздің адам жүретін жүргіншілер жол екен. Оны балалар біз зебра жолы дейміз, ақ-қара араласқан жол екен балалар. Ал мына белгіміз балалар, бұл жерге баруға болмайды деген, стоп деген балалар. Бұл жолмен жүруге болмайды деген, бұл жол жабық деген белгі екен, балалар? Жолда жүргенде жан-жағымызға ата-аналарымыздың қолынан ұстап өтеміз, жарай ма? Бүйтіп жүгіріп кетуге болмайды балалар. Сендерді көлік қағып кетуі мүмкін, оңға және солға қарап, содан кейін ата-аналарымыздың қолымыздан ұстап жүруіміз керек екен, жарай ма балалар? Жақсы ма? Ережесін бұзбаңдар. Жарай ма балалар? Жарайсыңдар балалар, жол ережесін біз сақтауымыз керек екен балалар. Ендеше мен тақпақ берейін. Сезім айтайын. Аллах ұстады, тұл тәптері ұстады, өмірімді түсітті, тұстарықмен түсітті. Ой, жарайсың балалар. Разия айтағын, топ-топ деп ұрамыз. Жасыл түсті ұстағанда бір қадам алға жүреміз. Түсіндік па балалар? Қане балалар? Балалар, қызыл тобында отырғанда бағдаршамды тоқыма жіппен әсем дейміз екен балалар. Қызылды қызылға, жасылды жасылға, сарыны сарға әсем дейміз балалар. Ойынымызды ойнайық балалар. Үстіне қоймай кім айналып. Жарайсыңдар. Арайлым, көзайым, сезім, әлі отыр әлі. Мүслим, Әбдімәліктер бағдаршамды тоқыма жіппен мүсіндеді балалармен. Жарайсыңдар. Апа, мен жасадым. Әбдімәлікте жарайсың, Әбдімәлікте мүсіндеді. Әсемдеді тоқыма жіппен. Ал машиналарды құрастырды, жарайсыңдар.
Ал жасыл түс тобы бағдаршамда мүсіндеді, жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, біздің осымен сабағымыз аяқталды. Сабаққа жақсы қатысқанда жарайсыңдар. Сезім, Разия, Сапия жақсы қатысқандар. Сұраққа жауап Рыскүл жарайсыңдар.